шыға тұрмаш, ұлдар қалмаш. Шақырғатты. Не бар? Жігіттер білесіңдер ғой ақшаның темасын. Маған жинадыңдар ма деді. Мен я дей салдым, бірақ ақша жоқ қой. Сендер жинадыңдар ма? Ақша жоқ қой, ақша жоқ. Айтпақшы ана, мама неме берді ғой. Қайырымдылық қорына ақша берді. Ақша берген Сол бүкіліміз жинаған ақша. 10 Бәрі жігіттер маған жетпейді ғой. Мына 13 мың ғана ғой, бізге 20 мыңға толтырсын деп еді ғой. Бізде басқа ақша жоқ. Ұлдар істеватсыздар. Қайырымдылық қорына жиналған ақшаларың қайда? Мұғалім келе жатыр. Бізге айтқан жоқ қой ондай ақша. Енді істейміз. Білмейміз. Бізге айтқан жоқ. Қалдарыңыз қалай балалар? Отырыңыз. Қазір сабақты бастамас бұрын балалар қайырымдылық қорына деп ата-аналарыңа ескерткен болатынбыз ақша жинау, иә, сыныппен? Иә. Әкелдік па? Мұғалім, қыздар ал кетті, ұлдар ал келмепті. Неге? Ұлдар? Мұғалім бізге ескерткен жоқ. Бүгін ғана мамаларың жазды ғой, беріп жібердік деп. Білмейміз. Бізге берген жоқ. Сізге жібереді. Нұрсұлтан? Неге үндемей тұрсың? Қайда ақша, Бекзат? Иә, асыл айтамын. Мұғалім, бірдеңкені білетін саты жоқ. Ұлдар бағана бірдеңкені сырғып жатқан. Қай ұлдар, қай жерде сырғып жатыр? Ана жерде. Жанаділ? Нұрәлі? Ештеңе айтқыларың келмейді ме? Жанаділ не істейміз? Шындықты айта салған дұрыс қой деп. Асыл осы жерде жиналып отыр деді ма сендерді? Жанаділ, немене тығылып тұрсың сен? Мына ақшаның бәрі қайдан келді? Нұрәлі? Ұлдар? Ақша жоқ дегендерің қайда? Я мұғалім, сізге біз өтірік айтқанбыз. Біз ақша жиналсақ бізді ұрады. Біз көп ақша жинағанбыз. Мұғалім, не үлкендерге айтпашы, бізді ұрады олар. Иә, мұғалім. Мұған сенбесеңіз міне.